аға сіз бара беріңізші, біз өзіміз бәрін тегін сізге жауап береміз сессияңыз деп айтады дейді. Тегін жауап береміз. Сен 60 мың сұрап жатырсың ғой, жоқ керек емес, 60 мың түгіл 6 теңге де керек жоқ. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мен оңтүстіктегі алыс-беріс жайында әңгіме қылғым келіп отыр. Алыс-беріс дегеніміз не? Қазіргі таңда не бересің, соны аласың ғой, негізі сондай өзі. Тойға не апарасың, солыңды алып келеді. Сондай қазір бәрі есептесіп қалған. Одан кейін мысалға бірдеңе бересің, сен жаңағындай жақсы жерге барып отырасың, бірдеңе бересің, жұмысқа алады, бірдеңе бересің. Бәрі сондай енді. Бермесең ала алмайсың деген әңгіме ғой. Енді алыс-беріс дегеніміз түсінген шығарсыздар не екенін, түпкі төркіні. Енді сондай алыс-берістің шарықтау шегіне жеткен бір университет жайында айтқым келіп отыр. Себебі менің туған ағам негізі 2 дипломы бар, өзінің инженер-механик, одан кейін заң құқық оқыған, бірақ өзінің саласы бойынша өзінің тұрғылықты жерінде жұмыс табылмай жатыр. Табылса да беретін ақшасы көп болып тұр да, беретін нәрсесі. Сол үшін ол үйінің жанында мектепке орналасайын, жаңадан ашылып жатыр ғой, сол жерге мұғалім керек болып қалар, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болайын деген шешімге келіп, жаңағы университет тауып алып, жаңағындай заочный былтыр тапсырады ғой. Неге заочныйларды алып тастаған дейді, бірақ барып сөйлессең болады екен. Сөйтіп сол жерге барып тапсырады, жылдық ақысын төлейді, осын деген сессия тапсырасыз, осын деген келесі дейді, жарайды дейді, сонымен сессия тапсыратын кезде барады, барса айтады, сіз сессия тапсыруыңыз үшін осындай 60 мың теңге бересіз, сессияңыз жауап береміз дейді. Қалай сонда дейді, тапсырмайын ба? Ой, тапсырмаңыз, 60 мың теңгемен бәрін бітіреміз дейді. Сосын айтады, 60 мың теңгем жоқ мен сендерге беретін дейді. Маған күнін айт, сол кезде келіп мен тапсырамын дейді. Жарайды, осындай күні болады дейді. Енді олар олай ойлайды, келмейді деп. Ойлаңыздар, 60 мың теңгемен сессия жауап жүрген кісілер сіздерге лайфқа қайтайды. Сонымен ай күн жеткен кезде ағам барады ғой, сессия тапсырайын деп. Сөйтіп барады дағы, жаңа мұғалім табылады, бер кел, мен сессияны тапсыруға келдім, экзамен тапсыруға келдім, қай кабинетке барайын десе, жаңағы мұғалім айтады дейді, кабинет жоқ. Сөйтсе, ешкім тапсырмайды екен олай, мұғалім жоқ, экзамен алатын, ойлаңыздаршы. Жоқ. Ағамы сасып қалған, оны не істерін білмей. Ағам айтады дейді, аға сіз бара беріңізші, біз өзіміз бәрін тегін сізге жауап береміз сессияңыз деп айтады дейді. Тегін жауап береміз. Сен 60 мың сұрап жатырсың ғой, жоқ керек емес, 60 мың түгіл 6 теңге де керек жоқ. Өзіміз жабамыз. Ертең қысқы сессия келеді, оны қайтеміз. Сөйтсе, келмей-ақ қойыңыз, бәр сессияңызды өзіміз жауап береміз. Сіз жылдық ақысын төлесеңіз болды деп айтады дейді. Ойлаңызшы. 60 мың теңге беріп сессияңызды жауып жүрсеңіз, мен сіздерге айтайын, барыңыз бар, құлшынып ештеңе білмейтін болсаңыз да барыңыз, мен тест тапсырайын деп келдім, қай кабинетке барайын деген, кабинет таппай қалады ғой ана университет. Ол қай университет екенін айтпай ақ қойын сіздерге ше. Енді өлім ғой оны айтсам. Міне, оны өздеріңіз біліп те отқан шығарсыздар қай университет екенін. Сөйтіп ағам сессиясын тегін жауап берді. Құдай қаласа биыл енді ағам универге бармай, көрмей, сессия тапсырмай, тапсырайын десе кабинет жоқ. Солай биыл құдай қаласа дипломын алады енді. Одан кейін жұмысқа тұру үшін мектепке барады ғой енді. Ар жағында алыс-беріс не болатынын сосын көреміз енді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біздегі алыс-берістің шарықтау шегі осындай деңгейге жетіп тұр. Бұл қашан тоқтайды екен деген ой келеді, бірақ енді білмеймін ол қашан, қай уақытта, кімнің құдіретімен, кімнің күшімен ол тоқтайды. Мүмкін тоқтайтын шығар. Бәріміз бір дұға қойықшы осы. Осы видеоны көріп отқан кісілер бізде осындай алыс-берістер тоқтасын деп бір аумин деп қояйық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар, халқым.